Жаназа мәлім адамның өмірден өтуіне байланысты басқалардың қайғы-қасіретін білдіруіне қатысты жасалатын мәдени қарекеттер кешені болып, әсіресе жақсы көретін адамын жоғалтумен байланысты туатын қайғы-қасіреттерге қатысты келеді. Жаназа алуан түрлі шаралардан тұратын күрделі кешенді ғұрып болып, түрлі мәдениеттерде түрлі сипаттар мен ерекшеліктерге ие. Жаназа жергілікті басшы, елбасы, діни қайраткер немесе отбасы мүшесі сияқты маңызды тұлғаның қайтыс болуына қатысты болып, ол бірнеше күннен бірнеше жылға дейін созылуы мүмкін. Әдетте ол жекелік, отбасылық, немесе өңірлік, немесе мемлекеттік аза тұту болуы мүмкін. Қазақтың жаназа шығару дәстүрі. Қазақ мәдениетіндегі жаназа дәстүрінде көшпелі өркениеттің ерекшеліктері айқын білінеді. Әсіресе ежелгі тәңіршілдікке қатысты жоралғылар көп кездеседі, олардың терең мәдени мағынасы бар. Дегенмен қазақтардың ислам дініне кіре бастауы қазақ жаназасына өз әсерін тигізген. Әдетте жаназаға төмендегідей жоралғылар жатуы мүмкін. Бой жасаған кезде атқарылатын бақұлдасу, арыздасу, қоштасу, ата-аналардың өсиет қалдыруы, жерлеу, тау, қайтыс болған адамнан жоқтау шығару, ас беру, марқұмды ардақтау, оның адамгершілік қасиеттерін еске түсіру, қаралы үйдің қайғысына ортақ болу және өлім шыққан үйдің сол жағынан найза шаншып қаралы ту, тігу арқылы аза тұтуға себепкер болған марқұмның қанша жаста екендігінен белгі береді. Жас жігіт болса туға байланған орамалдың түсі қызыл, орта жастағы адам болса қара, қарт болса ақ түсті болып келеді. Ежелден келе жатқан салт бойынша қайғыға душар болған үйдің қайғысына ортақ болып, жақындарына жұбату айтады. Етене жақындары, әйелдер жоқтау айтып көрсетеді. Қайғыға ортастасып, қайырлы болсын айтуға келгендерді бет көріп, жақсы сөз айтуға келгендер деп атап, оларды жылаумен қарсы алады. Келгендер жылай көрісіп, еркектер жағы, ой, бауырымдап дауыс шығарады. Марқұмның әйел туысқандары, әйелі, қызы, келіні, жеңгесі, қарындасы, апалары және басқа да етене жақын ағайындары айтып көрсетеді. Осы ретте айта кететін жайт, марқұмның әйелі әшекей заттарды тақпауға тиісті. Кейбір деректер бойынша дәл осындай рәсімді марқұмның апасы, жеңгесі, қарындасы сияқты жақын әйел туысқандары да ұстанған. Марқұмды жерлеген соң айтылатын жоқтау кейде Құран сүрелерінен дұға жасалғанша ұзаққа созылады. Егер қайтыс болған адам 20-25 терде немесе одан да жас болса, оған да жылына дейін жоқтау айтылған. Марқұм орта жастағы адам болса, туған туыс, достары қатты қайғырып, ер азаматтары ой бауырымдап, ал әйелдері беттерін тырнап жылаған. Егер бетін тырнамаса, әйел қайғырмады деп сөгіске ұшырайтын болған. Сондықтан әйелі бетін тырнап, яғни бетіне дақ түсіріп, қатты аза тұтып отырғандығын білдіретін болған. Қазақстанның барлық аймақтарында күйеуі қайтыс болған әйелдер басына ақ салады. Қаза болған адамды өз үйінің арулау рәсімдерін өткізуге арнайы тігілген киіз үйге орналастыруды оқ жаққа салу деп атады. Ондай үйдің түрілген туырлығы қайғыны білдіреді. Ер адамдарға аза тұтуда ат тұлдау тұл жасау ғұрпы атқарылады және ол жыл уағына дейін жалғасады. Марқұмның тұтынған ат әбзелдері, киім кешегі, қару-жарақ мен баған ілулі тұрақ. Көшкен кезде тұл атты ерттеп, тұлдың сұлбасын ерге қондырып, азалы әйелдер жетектеп жүреді. Қаза болған адам орта жаста болса, онда оның әйелі қара жамылған кимешегінің жағын ашады. Бұрынғы кезде қазақтарда жаназаның маңызды тұсы қаза болған адамға тұл дайындалған. Қоштасу рәсімінің бірқатары марқұмның мініп жүрген атына қара жауып, құйрығын кесіп, тұлдап, сойылғанға дейін құр жібереді. Қайтыс болған адамның артынан аза тұту үрдісі 1 жылға созылып, ас берілуімен бірге аяқталады. Астан кейін ол үйде, ауылда сеп бұзылып, қаралы ту түсіріліп, азалы күй тоқтатылады. Жесір қалған әйел тек ерінің асын берген соң ғана қайта тұрмысқа шығуға ерікті, жай қатардағы адам шыққан үйде қаралы ту тігіп, аза тұту үрдісі болмаған сияқты. Әшекейлік бұйымдарын жесір әйел тұрмысқа қайта шыққанда ғана таққан.